Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге бүгін восточный пирогын жасайтын боламыз. Оған керек заттар: ұн, сары май, қант, қопсытқыш, жұмыртқа. Ең алдымен електен өткізген ұнымызға сары майымызды салып араластырамыз. Қантымызды, қопсытқышымызды, және де жұмыртқамызды салып араластырамыз. Дайын болған қамырымызды пленкаға салып 20 минут тындырып қоямыз. Дайын болған қамырымызды алып, формаға осылай жасаймыз. Шектерінде жасап шығарамыз. Қамырымыз дайын болды. Енді салмамызды дайындап қойдық. Салмамызға бізге керек болады қақталған өрік, жаңғақ, мейіз, қоюландырған сүт. Осыларды саламыз. Қазір қоюландырған сүтімізді құямыз. Салмамызды салып дайындап алдық. Енді бұны 180 градуста пеште 20-25 минутқа пісіріп аламыз.